Дүниежүзі халқының діни құрамы 7-ші сынып географиясы. Оқу мақсаты: дүниежүзі халқының діни құрамы мен діндердің таралу аймақтарын анықтайды. Ұйымдастыру кезеңі: Қазматс платформасы арқылы оқушыларды топқа бөлу, одан кейін оқушылар осы 3 топқа бөлінеді. Үй тапсырмасын QSIS платформасы арқылы аламыз. Жаңа сабақтың ой шақыру кезеңінде бейне материал көрсетеміз. Әлемдік діндер. Негізгі ұғымдар: дін, діни қызмет және діни бірлестік. Дін бұл қоғамдық сананың бір түрі. Ғалым дін танушылар барлық діндерді 3 топқа бөледі. Рулық тайпалық, яғни пұтқа табыну кезеңі, ұлттық, кейбір жеке елдерде ғана таралған, сонымен қатар дүниежүзілік деп 3-ші тобын белгілейді. Бұған әлемде кең таралған діндерді кіргіземіз. Қарапайым діни сенімдер: сиқыршылық, шаманизм, фантастикалық сенімдер, соқыр сенім, анимистік көзқарас. Бұлар дүниежүзінің шектеулі бөліктерінде ғана сақталған. Мысалы, тропикалық Африкада, мұхиттық аралдардың кейбір тұрғындары, Амазонканың үндістерінде және Тибеттегі тайпаларда бұл әлі де сақталған. Адамдар пұттарға, бойтұмарларға, табиғат күштеріне, ата-бабаларына бас иеді. Кейбір елдерде мысалға алатын болсақ, Үндістанда жануарларға сыйыну, сиыр мен жылан, өзендер, Ганг өзені, өсімдік, лотос өсімдігі және тағы да басқа осындай заттарды қасиетті деп санайды. Діни сенімнің басты белгілері қандай? Ол діни ілім негіздерінің ақиқаттығына деген сенім. Екінші, діни ілімнің маңызды негіздерін білу. Үшінші, адамға деген діни талаптардағы адамгершілік нормаларын мойындау және ұстану. Төртінші, күнделікті өмірде талап етілетін нормалар мен талаптарды ұстану. Дүниежүзілік діндер үлкен 3 дін. Бұлар әртүрлі елдерде немесе континенттерде таралған және көпшілік ұстанатын діндерді дүниежүзілік діндер деп атайды. Дүниежүзілік діндерді төменгі белгілері бойынша анықтаймыз. Бірінші, бүкіл әлем бойынша ұстанушылар санының көп болуы. Одан кейін мынандай да түрі бар екен: космополитизм. Олар әр ұлттың төл мәдениетін дамытудан гөрі жаһандану процесі арқылы бүкіл әлемдік бірегей мәдениетті қалыптастырады. Олар екінші, эгалитарлы, бүкіл адамдардың теңдігін насихаттайды. Үшінші, прозелитизм, басқа діндердегі адамдардың өз дініне қарату және ерекше насихаттық белсенділігіне қарай ажыратылады. Осы қасиеттердің барлығы дүниежүзілік діндердің таралуына себепші болды. Самауи, яғни аспаннан түскен діндер. Алладан келген 3 дін бар: буддизм, христиан және ислам діні. 2011 жылғы зерттеулер бойынша дүниежүзінде адамдардың 56%-дан астамы қандай да болсын бір дінді ұстанатындығы анық болған. Осы діндердің ішіндегі ең ежелгісі көне дін ол буддизм болып табылады. Біздің заманымызға дейінгі 6 ғасырда Үндістанның солтүстігінде пайда болған. Оның негізін салушы үнді ханзадасы Гаутама. Бұдан кейін оған Будда, яғни рухани таза, оянған деген ат берді. Буддизм діні көбінесе оңтүстік-шығыс Азияда кең таралған. Одан кейін иудаизм әлемдік діндерге жатады. Таурат кітабы бойынша құлшылық жасайды. Иврит тілінде иудаизм термині 19 ғасырдың соңында кең тарала бастаған. Иудаизм дін ретінде және құқықтық, моральдық, этникалық, философиялық және діни түсінік ретінде 4000 жыл бойы және бүгінгі уақытта да еврейлердің өмір салтын анықтап отыр. Пайда болу жағынан 2-ші орында тұрған христиан діні. Әлемдік ең көп таралған діндердің біреуі. Христиан дінінің бір ерекшелігі ол тек шіркеу түрінде ғана өмір сүре алады. Библия христиан дінінің басты дерек көзі. Христиан діні Европада, Америкада, Австралияда көп таралған. Бірақ бұл діннің ұстанушылары Африка мен Азияның кейбір бөліктерінде де бар. Бұл жерлерде үнді европалықтардың миссионерлік қызметінің арқасына келген. Буддизм және христиан дінінен кейінгі ең жас дін саналатын ол ислам діні. Ислам діні араб елдерінде ең алғаш таралған. Ислам 7-ші ғасырда Арабия түбегінде пайда болған. Негізін салушы Мұхаммед пайғамбар. Шамамен хижра бойынша 570 және 632 жылдар. Буддизм және христиан дінінен кейін келген ислам
Аталып өткен діндер сенім негіздері бойынша ұқсастығы бар. Соның ішінде о дүниелік өмір, жұмақ және тозаққа деген сенім. Мұсылмандар бір Құдайға, Аллаға сенеді. Оның пайғамбары Мұхаммед деп таниды. Олардың қасиетті кітабы Құран. Мұсылман дінін ұстанатын аймақтар. Бұған Азияның оңтүстігі, солтүстік Африкада аймақтарын кіргіземіз. Ең ірі ислам мемлекеттері Индонезия, Азия мен Африканың 30 мемлекетінде ислам мемлекеттік дін ретінде қабылданған. Мысалы, Египетте, Иранда, Иракта, Ауғанстанда, Пәкістанда, Сауд Арабиясында, Мароккода, Қазақстанда, Орта Азияда, Ресейде ислам діні кеңінен таралған. Мұсылман дінін ұстанатын халық 1 миллиардтан астам. Ал біздің елімізде Конституция бойынша Қазақстан Республикасында демократиялық зайырлы мемлекет, яғни адамның діни көзқарасына қарамастан оның тең құқықтығына кепілдік береді. Әлемдік діндерден басқа жекелеген халықтар ұстанатын ұлттық діндер де бар. Мысалы, Үндістанда иудаизм, Қытайда конфуцийлік, Жапонияда синтоизм, Израильде иудаизм таралған. Иудаизм еврей халықтары ұстанатын ұлттық дін. Қазіргі заманда әлемдік діндердің рөлі туралы мынадай мәліметтерден білуге болады. Ол дүниежүзілік халықтардың орасан зор бөлігі қандай да бір әлемдік діннің ұстанушылары. Екінші, көптеген елдерде діни бірлестіктер мемлекеттен бөлінген, бірақ діннің қазіргі қоғамның саяси өміріне ықпал етуі айтарлықтай рөл атқарады. Одан кейін, дін мәдениеттің бір түрі ретінде адамгершілік құндылықтардың және нормалардың басты көзі болып табылады. Ол адамдардың күнделікті өмірін реттеп, жалпы адами моральдық қағидаларын сақтап отырады. Енді Statgov.kz сайтынан Қазақстандағы діндер туралы жаңа ақпараттарды талдаймыз. Бұл сайтта Қазақстандағы дінге қатысты ақпараттар берілген. Сауалнамаға қатысқан 13.541.583 адам. Осының ішінде ислам дінін ұстанатындар 8.981.428 адам, христиан дінін ұстанатындар 2.718.516 адам екен. Келесі, буддизм ұстанатындар 12.440, иудаизм дінін ұстанатындар 5.712 адам екен Қазақстанда. Ал басқа дінді ұстанатындар 17.113 адам. Өзінің дінге сенуі туралы көрсетуден ақпараттан бастатқан адамдар, олар 1.467.265 адам екен Қазақстанда. Ал дінге сенбейтінін білдірген адам 339.109 адам болған. Ұлттарды діні бойынша сәйкестендіру. Орындап көріңіздер. Келесі тапсырма: кескін картаға діндерді географиялық орны бойынша белгілеу. Діндердің географиялық орнын WordWall платформасында картадан көрсетуге болады. Оқулық мәтінін пайдалана отырып, тұжырымдамалық картаны толтырамыз. Ұлттық құндылықтарға байланысты топтарға сұрақтар. Ислам дінінің 5 парызын білесің бе? Екінші, ананы, әкені, жалпы үлкендерді құрметтеуге байланысты қандай мақал-мәтелдерді білесіңдер? Үшінші, ислам дініндегі ырым-тыйымдар қандай? Кері байланыс рефлексияға Answer Garden платформасын қолданамыз. QR-кодты сканерлеу арқылы бүгінгі сабақтан не білдім деген сұраққа жауап жазасыздар. Яғни онда бүгінгі сабақтар бойынша жаңа мәліметтер жазу керек. Оқушыларға үй тапсырмасы: қосымша ақпараттар жинау діндер туралы, әлемдік діндердің біреуіне баяндама дайындау. Ал құрметті тыңдаушылар, менің каналыма жазылып, тіркеліп және достарыңызбен бөлісіп қойыңыздар. Қоңыраушаны басыңыздар. Сау болыңыздар.